Достар, мына кешегі видеоның жалғасы инвестиция туралы. Мына жаңада кеше видео шығарғанмын, содан өте көп сондай кері байланыс алып отырмыз. Адамдардың алғысын алып отырмыз. Қараңыздар, мына көптеген инвестор, көптеген адамдар деген осындай мына жаңағыдай не дейміз да, инвестиция жаңағыдай наемсыз жалдамалы жұмысшы болып жүріп, жаңағыдай кәсіпкер болып атады, кейбіреулер жаңағыдай бірден инвестор болып атады да. Және кәсіпкерлердің көпшілігі жұмыс істеп атады, жұмыс істеп жүріп капитал жинау керек, инвестиция жасау керек екенін көпшілігі білмейді екен. Жаңағыдай мына жалпы жалдамалы жұмысшыда олар да инвестор бола алатынында көпшілігі білмейді екен. Және кәсіпкерлерде жаңағыдай көпшілігі инвестор болып кетуге тырыспайды екен, онда жолдарын білмейді екен. Сол себептен осы жаңа видеомыздың жалғасы да мына жаңағыдай осы 5 түрлі инвестиция біз қазір көп адамдарға ұсынатынымыз, айналамыздағы туыстарымыз, таныстарымыздың, біздің клиенттің жұмысшылары істеп отқан осы жаңағыдай 5 түрлі инвестиция уже кері байланыс өте жақсы болып жатыр. Адамдардың алғысын алып жатырмыз. Осы жерде жаңағыдай бүгінгі таңдағы айтып келгені жалпы мына кәсіпкерлерге қатысты мына венчурный инвестиция. Мысалы жаңағыдай мына кәсіпкер деген өзінің кәсібі жүріп жатады. Сөйтіп жаңағыдай өзінің кәсібіне реинвестиция біраз жасаған, сөйтіп ол кәсібі уже оған жақсы сондай бір табыс алып келіп жатыр. Ондай кәсіпкерлерге жаңағыдай кәсіпкерлерге ұсынатыным осы мына венчурный инвестиция. Венчурный инвестиция деген ол жаңағыдай высокорискованный, бірақ кәсіпкерлердің жаңағыдай мына қабілеті жетеді. Осындай венчурный инвестицияды зерттеп, қарап, ол жаңағыдай продукт қандай жақсы, қаншалықты жақсы, және ол жағында мына командасы қандай, оның финансовый отчеты қандай, және оның основателі. Именно основательдің жаңағыдай алысқа шабатыны, алысқа жүретіні, соны IPO-ға дейін шығаратыны, сол жақтары өте маңызды екен. Кәсіпкерлер жаңағыдай осы көп кәсіпкерлер деген осы венчурный инвестицияды біледі екен Қазақстанда. Осыны біледі екен. Жалпы менімен сөйлескенде сөйтіп осы мына венчурный инвестиция жайлы тағы да бір қосымша айтып кетейік. Мынау жаңағы недвижимость жайлы айтқанымыз, бұл жаңағы алтын сатып алу, золото жайлы айтқанымыз, бұл жаңағы традиционный бизнес жайлы айтқанымыз, сосын бұл жаңағы исламский инвестиционный фонд жайлы біз пока мәлімет бере алмай тұрмыз. Өзіміз амал істемеген затқа. Мынау жалпы енді біздің амал істеп жатырмыз да жаңағыдай. Сондықтан осы венчурный инвестиция деген кімнің кәсібі уже жақсы жүріп жатса, жақсы табыс алып келіп жатса, ол жаңағыдай әйтеуір салып қойып бір 5 жыл күте алатын адам болатын болса, осындай адамдарға рискке баратын, осознанно жаңағыдай соны бағалап білетін жаңағыдай венчурный инвестиция деген сондай бір кәсіпкерлерге арналған бизнес та, инвестиция да. Ол деген жаңағыдай өзінің соңғы 16 мың долларын салып жатқан жоқ та, ода жалпы жаңағыдай капитал жиналған, кәсібіне жаңағыдай соны без ущерба к основной деятельности деген сияқты сөйтіп жаңағыдай 16 миллион долларды, 16 мың долларды алып қазір салып қойып, соны жаңағыдай 4 жаңағыдай 5 жыл күтіп, осындай жаңағыдай табысқа баратын жолдың бір жолы осы жаңағыдай бір инвестиция венчурный бизнес. Венчурный бизнестен қазір мына жалпы Қазақстанда өте қатты дамып жатыр. Ол жаңағы көпшілігінде ол деген IT саласында осы жаңағыдай венчурный бизнестің, венчурный инвестицияның жаңағыдай түрдің бір түрі осындай жаңағыдай бір на ранней стадии ең басында пресид деп айтады, мынаны пресид деп айтады. Сөйтіп жаңағыдай на ранней стадии кім соған жаңағыдай тапқан болса, алдымен оны тауып, оны зерттеп, анализ жасап, глубокий оның жаңағыдай командасын тексеріп, оның финансовый структурасын тексеріп, отчеттарын тексеріп, және оның основательдермен бәрімен жақсылап қадағалап, сөйтіп жаңағыдай осындай венчурный инвестицияға жалпы адам деген ақшасын кәсіпкерлерге жаңағыдай айтатын кеңесіміз бір бөлігін, табысының бір бөлігін осылай салып тұрса өте жақсы. Сондан жаңағыдай достар сізге осы жайлы ұсынамыз. Осы жаңағыдай инвестиция жасауға. Сөйтіп, осыған жаңағыдай кімде осы венчурный инвестиция жайлы мәлімет болса, хабар болса, білетін болсаңыздар, кімге түсінікті болса, бізге жаңа комментарий жазып жіберіңдер. Біз жаңағыдай кері байланысты сізге береміз комментарий арқылы.